Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін ол әрине білім. Ал білімнің көкжиегінде қалықтаған құстай ізгіліктің нұрын себетін бірден бір тұлға ол педагог. Армысыздар, мен педагогпын. Адам жүрегінің бақтарына саф алтындай байлық сыйлайтын қасиетті бір күш бар. Ол рухани күш. Бұл рухани күшті адам жүрегіне қалыптастырушы ол әрине ұстаз. Мен ұстазбын. Ұстаз болу жүректердің батырлығы, ұстаз болу көңілдің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Мен Байжанова Айгүл Орынтай қызы, Түркістан облысы Мақтарал ауданы Мырзакент кентінде орналасқан номер 4-ші Сабыр Рахымов атындағы жалпы орта мектебінің география пәні мұғалімі. Ұстаздық жолын бастай келе, мен де үкілеген үмітімді арқалай 2006 жылы Алматы қаласында орналасқан Қазақтың қара шаңырағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің география пәні мұғалімі мамандығына түстім. География пәні мұғалімі мамандығын 2010 жылы үздік дипломмен бітіріп, осы жылы Мырзакент кентінде орналасқан сол кездегі 120-шы жалпы орта мектебіне зертханашы қызметіне орналастым. Одан кейінгі қызметімді аға тәлімгерлік қызметіне ауыстырып, ұйымдастырушылық, тәрбие жұмыстарымен шыңдай бастадым. Әрине, ұстаздық жолындағы қоғамдық жұмыстар, ұйымдастырушылық, тәрбие жұмыстары бұл мұғалімнің жұмыстарының белгілі бір көрсеткіші ғана. Ал одан бөлек ұстаздардың көзге көрінбейтін қаншама еңбектері барын білім жолында көріп келемін. Менің педагог ретінде мақсатымның жүйелілігі неде? Ол әрине оқушылардың арман тілегінде. Мен өз мақсатыма жету барысында әр оқушының арман тілегін ескеріп, біліктілігімді арттырып келемін. Өзімді өзгеге таныстырудан алдын, өзімді жете тани алдым ба? Өзімнің білімімді шыңдай алдым ба деген сұрақтарды баса назарға аламын. Осы мақсатта қазіргі кездегі елімізде болып жатқан пандемияға байланысты қашықтықтан оқытудағы басты әдіс тәсілдердің бірі кейс стади әдіс тәсілін сіздерге ұсынбақшымын. Көріп тамашалаңыздар. Жалпы функционалдық сауаттылықтың қалыптастыру туралы негізгі ғылым. Қазіргі кезде елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты қашықтықтан оқытып білім берудегі жаңа технологиялардың бірі ретінде осы кейс стади әдісі арқылы оқушыларға білім беру бұл негізгі әдіс тәсілдердің бірі. Кейс технологиясының негізгі мақсаты оқушылардың бойында жаңа қасиеттер мен іскерліктерді қалыптастыру, әртүрлі проблемаларды талдау және оларды шеше білу қабілетін дамыту, ақпаратпен жұмыс жасауды үйрету. Кейс міндеттері мәтінге берілген анықтамаларды саралап, өзіндік тұжырым жасау, белгілерді анықтау. Мәтін және дискурс ұқсастығы мен өзіндік ерекшелігін көрсете білу. Мәтінді талдау әдістері мен мәтін типтерін бере білу. Топтық жұмыс арқылы мәтінге лингвистикалық талдау, сараптама жасау арқылы позитивті және негативті модельдерін құрастыру. Кейс проблемасы бойынша ортақ шешімге келу және қорғау. Кейс стади әдісінің идеялары бұл әдіс қойылған сұрақтардың бірнеше жауаптары бар. Яғни әртүрлі жауаптары
болуы мүмкін пәндермен білім алуға арналған. Үйрету оқушы мен оқытушы бірлесе отырып шығармашылықпен айналысу дағдыларын қалыптастыруға негізделеді. Әдісті қолданудың нәтижесі болып, алған біліммен жұмыс жасау барысында қалыптасқан дағдыларды есептейді. Енді кейс технологиясының тарихына тоқталатын болсақ, кейс стади амал тәсілі немесе оқытудың нақты жағдаяттар әдісі бұл 20 ғасырдың басында Америка құрама штаттарының Гарвард университетінде бизнес мектебінде пайда болған. Кейс стади амал тәсілі термині алғаш рет американдық ғалым Коплендтің еңбектерінде пайдаланған. Копленд 1921 жылы оқытудың нақты жағдаяттар жинағын шығарып, кейс стади амал тәсілін қолдану жолдарын бізге көрсеткен болатын. Гарвард университетінің менеджменттік оқыту жүйесі толығымен осы кейс стади нақты өмірде болған жағдаяттарға негізделген оқытуға ауыстырылды. Кейс стади әдісі білім беру үдерісіне кейс әдісі келесі міндеттерді көздейді. Бірінші, өзіндік танымның іс-әрекеті саласындағы құзыреттілікті қалыптастырады. Екінші, жағдаятты көре білу және оның ашу жолдарын айқындай білу біліктілігін қалыптастырады. Үшінші, сабаққа қызығушылықты қалыптастырады. Кейс стади әдісі келесі дағдыларды дамытады. Аналитикалық дағдылар, тәжірибелік дағдылар, шығармашылық дағдылар, коммуникативті дағдылар, әлеуметтік дағдылар және өзіндік саралау. Кейс стади амал тәсілі немесе оқытудың жағдаяттар әдісі 20 ғасырдың басында пайда болған туралы айтып өттім. Кейс амал тәсілі бұл алғашқы кезде тек бизнес мектептерінде ғана пайдаланса, бертін келе құқық, мәдениеттану, медицина ғылымдарында да қолға алына бастады. Бұл үрдісті сонымен қатар ғылымға жаңашылдықпен енгізу мақсатында Борис Ясвин, Коротков сияқты педагог ғалымдар әлі күнге дейін қарастырып, бізге жаңа ауқымда жеткізіп берді. Кейс әдісінің қолдану барысындағы іс-әрекеттер екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бұл кейс, яғни жағдай таңдап алу. Бұл сұрақтарға қарау арқылы шығармашылық жұмыс жағдайларды тақырыпқа сәйкес таңдап алу, мақсат пен міндетті анықтау, жағдайды құрастыру және суреттеу. Екінші кезеңде оқытушының аудиториядағы іс-әрекеті, яғни сыныптағы кейс әдісін қолдану кезеңі. Кейске кіріспе, жағдайдың талдануы, пікірталас және қорытынды шығару. Кейс құрылымы бұл қазіргі таңдағы қалыптасқан жағдай мен проблематика, яғни бұл статус кас деп аталады. Екінші құрылым мандалық қорғаныс линиясын қорғайтын тұжырым ой, яғни ел болам десең бесігіңді түзе. Бұл философия ретінде қарастырылады. Үшінші, аргумент позицияны дәлелдейтін ойлар, яғни неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Кейс стади әдісі бұл интерактивті әдістің бір түрі ретінде оқушылар үшін өте тиімді болып саналады. Бұл әдістің көмегімен оқушылар өз беттерінше теорияны меңгере отырып, практикалық дағдыларға да үйренеді. Сонымен қатар өз ойын жүзеге асыру мүмкіндіктеріне ие болады. Оқушы ситуацияны талдау, жасау арқылы болашақ маман ретінде қалыптасып, сабақты қызығып оқуға тырысады. Кейс стади әдісі оқытушының креативті ойлауын дамытып, сабақтың мазмұнын ерекше құруға, шығармашылық мүмкіндігін кеңейтуге жағдай жасайды. Бүгінгі сіздерге таныстырып өтпекші болған осы кейс стади әдіс тәсілі өте тиімді әдістердің бірі. Қош, сау болыңыздар.